Балалар үйіне арнайы ат басын бұрып, артынып-тартынып келген азаматтар мемлекеттік деңгейдегі жиналыста осынша қобалжымайтын шығар. Өйткені әр келгендерінде жетмектердің бәрі бірдей қоятын жалғыз әрі ауыр сұрақ: анам қашан келеді? Ал оған жауап жоқ. Нұрсұлтан қаласындағы қиын жағдайда қалған балаларға арналған орталықта қазір 60 жеткіншек тәрбиеленуде. Ең кішкентайы 2 жастағы Фатима Кариева. Ол Русафа операциясы аясында 3 бауырымен Ирактан жеткізілді. Фатиманың ата-анасы 2000 жылдарының ортасында джихад деп ұрандатып жақындарын айтпай таяу шығысқа кетеді. Әкесі қарулы қақтығысқа қатысып, қан сасыған далада мерт болады. Ал анасы теріс жолға түскен жолдасын тоқтатудың орнына керісінше өзі де лаңкестік әрекетті қолдап қатысқан. Сол үшін Бағдат соты оны өмір бойына бас бостандығынан айырды. Ирак жерінде Кариевтардың жақындары болмағандықтан 4 бала аналарымен бірге абақтыға аттанып етті. Бірақ Қазақстан билігі балалардың тағдырына бейжай қарамады. Шұғыл дипломатиялық келіссөздер жүргізіп, жалпы саны 14 баланы елге қайтарды. Жүрегі жоқ жақыннан мейірімі бар мемлекет артық. Отанына оралған балалардың бәрін ата-әжелері құжат рәсімдеп үйлеріне алып кетті. Ал ағайынды Кариевтер балалар үйіне түседі. Ең басында балаларды алып келген кезде олардың тамақ ішуге деген хал-ауқаты болмады. Олар сол жерде таяу шығыста тек қана сумен, күрішпен ғана тамақтанған жайы. Осында келген кезде қоғамға бейімдеу барысында біраз істер жұмыс жасады. Онымен қатар психологтар бар, тәрбиесі жөнінде бар. Бүгін көріп отырмыз, тіл біледі, сөйлей біледі, өздерінің ойларын еркін айтып жатыр. Яғни біздің қоғамға бейімделіп келе жатыр. Бүлдіршіндермен кездесіп отқаны өте қуаныштымын. Бір-біріне қамқор балалар, көздерінің жанарлары жанып тұр. Өте мейірімді. Мысалы, маған жаңа бір-бірімізде ойнап, мынандай ойыншықтар сыйлап жатыр. Бұндағы балалар өздерін осында әкеп өткізген ата-анасын сөкпейді. Қайта жұмыстары көп деп барынша ақтап әлек. Әрқайсының көкірегінде мен жалғыз емеспін, ата-анам әлі де бауырына басады деген үміт ошағы қоздап жатыр. Ал қазіргісі ананы да баланы да аямайтын қатыгез өмірдің бір көңілсіз сәті ғана. Исламда баланың көңілі жалпы үлкен маңызға ие. Пайғамбарымызда кішкентай балаларды көшеде көріп қалса, бастарын сипап, арқаларынан қағып, еркелетіп қояды екен. Балаларды әсте алдауға болмайды. Бір нәрсені берем деп бермей қою ислам діні бойынша үлкен күнә болып есептелінеді. Сондықтан бүгін біз жалпы елорда мешіттерімен, дін істерінің басқармасымен бірге үлкен шараға атсалып жатырғанымызға қуаныштымыз. Туғаны теріс айналған жетімектерді мемлекет өзектен теппейді. Бұндағы балалардың қарны тоқ, төсегі таза. Тек жақындары жат болып кеткен. Аңсатқан жанды ағарма, жас болып аққан жанарға, сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Орталықтағылардың тағдыры ұқсас, тілегі бір. Бала жүрегі, әлі-ақ мені де маңдайымнан ескейтін ата-ана табылып, алып кетеді деп сенеді, үміттенеді. Фатима Кариева да ата-әжесін күтеді. Бірақ әзірге хабар жоқ.